Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Мен осы видеода сіздерге джинсы шалбардан қалай юбка жасаймыз, необычные джинсовые юбки қалай жасаймыз, соны көрсетіп кеттік. Бұл менің өзімнің самый обычный джинсовый шалбарым. Содан юбка жасап алғым келіп тұр. Ең алдымен біз өзімізге керекті длинаны қиып аламыз. Содан кейін барып, мына жердегі тігістерін сөгуге кірісетін боламыз. Мен өзімнің керекті ұзындықты белгілеп алдым. Шамалы ұзындау қылып алдым, чтоб тағы да кесу керек болса, ойланбай кесіп тастайтындай етіп. Вот белгілеп алдым. Енді осы бойынша қазір ұзындықты кесемін да, шовтарын сөгетін боламын. Сіздермен процесспен бөлісейін. Бұл джинсовый шалбарды мен кішкене тоқтау кезімде алған болуым керек. Бұл уақытқа дейін маған кішкене үлкендеу болып кетті. Енді осындай джинсымнан осындай әдемі юбканы қалай жасағанымды ары қарай көретін боларсыздар. Ары қарай осылай дауыстап комментировать етіп отырайын. Шалбарды бірінші киіп көрдім. Қай жерден қию керек екенін өзім белгілеп, сызып алдым да, қайырып примерно қиып шықтым енді. Өйткені болғаннан кейін тегістеп тағы бір қиып шығамын деп ойладым. Екі жағын тегістеп белгілеп қиып шығамыз. Мынау етектің, жаңағы юбканың етек болғаннан кейін бұл жерді мен обработать етпедім, яғни қайырып тікпедім, солай қала берсін деп. Және солай қалдырдым. Бірақ болғаннан кейін дұрыстап тегістеп артық жерлерін қиып шықтым. Бірақ длина алған жоқпын, тек тегістеп қана шықтым. Өйткені маған керекті длина идеально сол қиған жерімнен келе қойды. Қолымдағы құрал арнайы тігістерді сөгетін құрал, бірақ сіздер қайшымен сөге берсеңіздер де болады. Джинсыда 3 шов болады. Сыртқы, ортаңғы және ішкі. Сол үшеуін де сөгіп шығамыз. Джинсының алдыңғы жағын мен замокқа дейін полный сөгіп шықтым, ал арт жағын прям беліне дейін сөгіп шықтым. Өйткені бұл менде клеш есебіндегі джинсы болды да, соң қайыру үшін біраз жаңағы ішіндегі артық матаны қиып тастау керек болды. Сондықтан до конца беліне дейін артқы жағын сөгіп шықтым. Мен бастапқы уже юбка формировать етіп атқан кезде алдымен алдын дұрыстап алып, содан кейін артын біріктіргенмін. Сөйтіп мен 2 күн бойына оны артқы жағын келістіре алмадым. Сөйттім де 3-ші күн дегенде алдын бәрін сөгіп тастап, мына шалбарды тағы бір жуып, бірінші артын бір-біріне беттестіріп алдым. Сөйтіп артқы жағын бірінші осылай инемен қадап алып, кейіннен барып алдыңғы жағын инемен қададым. Сол негізі дұрыс екен. Өйткені мен алдын біріктіріп алып, артын 2 күннен бері келістіре алмай, енді артта жамбас жағы отырады, аяқ жағы селтиіп тұрмай үшін осылай істеу керек екен. Сондықтан бірінші артын істеп алыңыздар, инемен кәдімгідей белгілеп, бормен сызған жерім, ол 1 сантиметр тігуге қалдырған жерлерім. Соны қалдырып, ішін инемен қадап, артын дайындап алдым. Содан кейін барып қана мен уже алдын инемен қададым. Алды оңай, ол уже дайын тұр. Тек бір-біріне беттестіріп қана қойсаңыз болды. Алдымен қиын жағы арты екен, артқы жағын біріктіріп алу керек екен. Осыны бекітіп болғаннан кейін мен киіп көрдім. Киіп көргеннен кейін прям құйып қойғандай болып тұрды ғой. Сол бір істегеннен киіп көрдім осы инесімен бірге. Содан кейін сразу мамама тігіп бере бер деп уже бердім. Мамам зырылдатып тігіп берді бәрін. Сонымен дайын болды. Сол күні бір тренингке баруым керек еді. Сол тренингке әдемі модница болып киіп бардым. Алдым неге бәрі дайын тұр алды, оп-оңай. Мінеке результат. Сол күні тренингке әдемі модница болып киіп бардым. Білесіздер, биыл джинсовые юбки, еще осындай длинные юбки в моде, қазір в тренде. Осындай әдемі ақ пиджакпен, ішінде лонгслив, аяғыма осындай сары лодочкимен үйлестіріп киіп бардым тренингке. Өте әдемі болып тұрдым. Прям в тренде болып тұрған киімді киіп барып, өзіме ұнап қайттым модница болып. Сұлулығыма тамсанып, қайта-қайта суретке түсіп, сөйтіп қайтты. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздер де осылай
киілмейтін шалбарларыңыздан юбка құрастырып көріңіздер. Кең шалбарлардан әдемі юбкалар жасауға болады осындай. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар.